Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен туған күнге арналған осындай королевский торттың рецебімен бөлісемін және де мастикамен қалай жұмыс жасауға болатынын көрсетемін. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Түсі осындай ақ болғанша миксерлейміз, 3-4 минуттай уақыт кетеді. Үстіне қаймағымызды салып, тағы да миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп отырып, ұнымызды саламыз. Торттың королевский деп аталу себебі ол 4 түрлі корждан тұрады. Егер сізде 2 қалып болса, керек заттарды 2 еселеп, дайын болғанда 2-ге бөле салсаңыз болады. Менде тек 1 қалып қана болғандықтан, қамырын осылай жеке-жеке бір-бірден жасадым. Дайын болған қамырымызға грек жаңғағын ұсақтап турап алып қосамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып, қалыбымызға құямыз. Қалыбымызды майламаймыз, жабыспайды, тек астына пергамент қағазын төсейміз. Біркелкі ғып жайып, бетін тегістеп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Дәл осылай қалған корждардың қамырын дайындап, салмасын салып, пісіріп аламыз. Бұл коржға мак қосамыз. Дайын болған корждарды осылай сеткада суытамыз. Мейіз қосылған коржды дайындау үшін мейізді алдын ала жуып, кептіріп алыңыздар. Какао қосылған коржды дайындаған кезде какаоны міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Корждарымызды толықтай суытып, сүтке осылайынан қант ұнтағын қосып, сүтті пропитка жасап, үстінен аз-аздан жағып шығамыз. Қант ұнтағы болмаса, қантты қосып, қанты езілген соң осылай жасасаңыз болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқындатылған клейгеміздің үстіне қант ұнтаған осылай електен өткізіп отырып салып, жақсылап миксерлейміз. Клейге құятын ыдысымыздың іші таза, құрғақ болу керек. Миксеріміздің жылдамдығын аз-аздан көтеріп отырып, тоқтатпай осылай араластырамыз. Шамамен 5 минуттан кейін өзі осылай қоюланады. Дайын болған крем өзінің формасын осылай ұстап тұрады. Тортымызды жинаймыз. Менде бірінші корж ол грек жаңғағы қосылған корж. Кремімізді біркелкі қылып жағып шығамыз. Келесі корж ол какао қосылған корж. Егер сізде арнайы кондитерлік дөңгелек кальций болса, соған жинағаныңыз дұрыс. Менде болмағандықтан мен тарелкеге жинап жатырмын. Келесі коржымыз мейіз қосылған корж. Мак, яғни көкнәр қосылған корж. Егер сіз кальцийға жинасаңыз, кремін жағып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Сосын кальцийін шешіп алып, шеттеріне кремдерін жағып шығасыз. Мен бірден шеттеріне кремдерін жағып, бетін тегістеп, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойдым. Кремдерін тегістегенге осындай шпательді немесе пышақты қолдансаңыз болады. Тортымыз тоңазытқышта тұрғанда мастикадан фигуралар дайындаймыз. Мастикамен жұмыс жасаған кезде қолдарымыз, құралдарымыз міндетті түрде құрғақ және таза болу керек. Әсіресе ақ мастикамен жұмыс жасаған кезде абайламасаңыз тез кір болады. Жүгері крахмалын қолдана отырып, мастикамыздың қалыңдығы 3-4 мм болатындай етіп жайып ойып аламыз.
Мен арнайы печенье оятын қалыппен ойдым. Егер сізде болмаса, стаканмен дөңгелектеп ойсаңыз да әдемі болады. Дайын болған формамызға ағаш таяқшаны осылай қыстырып қоямыз. Тағы да мастиканы жайып, тік төртбұрыш қылып кесіп аламыз. Әрине, тортты әсемдеу, сәндеу ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мастикамызды сәл ғана сулап, осылайынан жабыстырып шығамыз. Дайын болған мастикаларды салқын жерге немесе тоңазытқышқа жарты сағатқа қойсаңыз, өзі кеуіп қатады. Жазуларын осындай кондитерлік карандаштармен жазып шықтым. Енді тортымыздың сыртын мастикамен қаптаймыз. Ол үшін тортымыздың диаметрінен үлкендеу қылып, мастиканы жайып аламыз. Өте жұқа болмау керек, өйткені мастикамыз жыртылып кетуі мүмкін, шамамен 2 мм болса жетеді. Тортты мастикамен қаптау үшін тортымыздың кремдері сіңіп, салқын болып тұру керек. Ылғалдау болса, мастикамыз жыртылып кетуі мүмкін. Осылайынан мастикамызды тортымыздың үстіне жауып, дәл ортасына келтіріп, қолымызға жүгері крахмалын сеуіп алып, абайлап, осылайынан тегістейміз. Бұл жерде ең маңыздысы алақаныңыз ыстық болмау керек және терлеп тұрмау керек. Және де ұзақ уқалап тұруға болмайды. Тортымызға біркелкі болып, барлық жері жабысып, астында ешқандай ауа қалмауы керек. Енді шетінен 3-4 мм артығымен қалдырып, артық мастикамызды кесіп аламыз. 3-4 мм-де қалдырмасаңыз, мастикаңыз қысқа болып, асты ашылып қалуы мүмкін. Мен осындай мастикамен жұмыс жасауға арналған құралдарды пайдаландым. Сіз пышақты пайдалансаңыз да болады. Енді тортымызды әсемдейміз. Дайын қатып тұрған мастикаларымызды осылайынан саусағымыздың ұшын сулап алып, жабыстырып шығамыз. Үстінен сәл ғана басасыз, сонда өзі жабысып қалады. Ең бастысы қатты сулауға болмайды. Қалған таяқшадағы мастикаларымызды осылайынан қадап қойып шығамыз. Бұл мастикаға өздеріңіз қалаған сөздеріңізді жазсаңыз болады. Негізі торттың сыртын мастикамен қаптау міндетті емес. Кремдерін тегістеп, жеміс-жидектермен, тәттілермен әсемдесеңіз де болады. Егер сізге құймақтың рецебі және де әсемдеу түрлері керек болса, жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіп көрсеңіз болады. Ашық жерлерін әсемдеу өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Тек құрғақ, еріп кетпейтін заттарды қою керек, әйтпесе мастикаңыз бүлініп қалуы мүмкін. Каналымда басқа да рецептер бар, каналыма өтіп көрсеңіз болады. Осындай кішкентай жүрекшелер, моншақ тәрізді тәттілердің бәрі жеуге болады және де кондитерлік дүкендерде сатылады. Басқа да кондитерлік тәттілерді қолдансаңыз болады. Мінеки достар, біздің тортымыз дайын, өзі сондай әдемі, биік болып шықты. Үйіңіздегі туған күн иесіне осылайынан өз қолыңызбен торт пісіріп берсеңіз болады. Өзі сондай жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. 4 түрлі корждан жасалғандықтан дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Гүлжанат. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыз.